Риза ғып білгізеді барлық сырын, сөз салып екі араға қандай зұлым. Жиылған қасындағы ақсақалдар ризалық берген бата жайып қолын. Болармын мен де балаң ұлыңыздай, бата аяқ не аларсыз қолыңызғай. Айдаған 200-300 малымыз бар, қалың мал айдап келген қызыңызғай. Төлеген аямайды дүние малын, беруге тағы тауып келер әлім. Көп билер болды деп қарқылдады, тегін бер, теңі келді деді ханым. Бұл хабар естіледі қаршығаға, келіпті хан мен бидің қолын ала. Сырлыбай той қылам деп елін жиып, жайлауға үй тіккізген бір кең дала. Еліне сауын айтып білдіріпті, қымызды саба-саба жидіріпті. Шектіде қызға ғашық 60 жігіт, бұлар да басын қосып жиылыпты. Бір ауыл шектішінде арғын екен, Бекежан өзі жалғыз ер туыпты. Жібекті алып қашып аламын деп, Сырлыбай мұны елінен қудырыпты. Малы жоқ қалың малға беретұғын, қуылып, елден тайып, бұл жүріпті. Шектіде 60 жігіт ақылдасқан, шақыртып Бекежанға басын қосқан. Сырлыбай қызын беріп той қылуға, шақырып айтып сауын хабар шашқан. Бір ғайрат осы жерде көрсеткіл деп, әруағың артық еді бала жастан. Сондағы Бекежанның айтқан сөзі, жігіттер ойланарыз мұның өзі. Қыз жібек біреуіңді сенің сүймес, тұрғанда Төлегеннің тірі көзі. Баруың Төлегенге қазір қиын, бұл күнде оның жаны ұлы жиын. Қай күні қыз апарса қалар жалғыз, сол жерде қимылдауға келер иін. Көрініп ел аралап мен жүр алман, бәрі де маған дұшпан хан мен бейің. 60-ың маған еріп шығалсаңдар, барайық ертең тойға ұлы жиын. Сұрлыбай той қылуға сауын айтқан, қылайын ере алсаңдар тойды талқан. Жарлылық жалғыздығым еске түсіп, ас ішпей, ұйқы көрмей жарап қатқан. Алмасақ айырылмайық қыз жібектен, құртайық Төлегенді келіп жатқан. 60-ы ермек болып жарасады, мақұлдап бір-біріне қарасады. Бұлардың бұл кеңесін біреу естіп, білдіріп ханға хабар барысады. Бүлініп ел арасы кетеме деп халықтың көңіліне жара салды. Сырлыбай той қылуды бұл тоқтатып, жиылған тойға халық тарасады. Ортағап 60 жігіт Бекежанды, бәрінде сескендіріп би мен ханды. Осылай сөз аяғы басылсын деп, Сырлыбай елін жиып көп ойланды. 6 ұлы Сырлыбайдың жігіт жиып, бұлар да қаруланып ыңғайланды. Бұл хабар Төлегенге барып жетті, арбасып жатқандығы 6 шекті. Шақырып қаршығаны алдыртады, мұңайып болған іске қайғы жепті. Көрген соң Төлегеннің келіп түрін, қаршыға сонда тұрып бұлай депті. Қаршыға сөзім. Қаршыға тұрып сөйледі, сөйлегенде бүй деді. Ағорда болды кіргенің, қызық дәурен сүргенің. Жан баласы көрген жоқ, неге қапа боласың? Бұл күнде сенің көргенің. Шошыдым ғой Төлеген, көргеннен соң түріңді. Ертелігіш мен саған жат етемін пірімді. Айтшы маған сырыңды, тірі болсам шырағым, көңіліңдегі кіріңді. Неге бұлай мұңайдың? Айтшы маған мұңыңды. Төлеген сонда сөйледі. Ау қаршеке, сырымды сізге айтайын. Құдай басқа салған соң, сізге айтпай кімге айтайын? Жібекке ғашық көп екен, еріңде қанша жігіт бар, іштері толған кір екен. Төлеген сынды мырзаңды өлтіреміз дер екен. Жалғыз жатқан жерімде жазым қылса нетермін, арманда боп кетермін. Қаршыға тұрып сөйледі. Асуда асу бел деді. Аса бір соққан жел деді. Қорққан болсаң сен деді, кел соңымнан ер деді. Өлтіретұғын кім екен, кереметім көр деді. Бұл сөзді естіп Төлеген, қаршығадай ақынның бұл сөзін мақұл көреді. Алдыртып атын мінеді талма түстің шағында, қалың елді қақ жарып, іркілместен жүреді. Шаңқай түсте ауылға шатырдан шыға жөнелді. 6 шекті елінде қаршығаға сенеді. Елемей тіпті бөгелмей ауылға жетіп келеді. Төлеген жатқан шамасы бір шақырым жереді. Сырлыбайдың 6 ұлы, 6-ауы да бөреді. Ең кенжесі Жеренбай сол жылы түскен отауы.
Сонда бір келіп енеді қаршығадай батырың, кереметін көргізді, қалың елді қақ жарып, іркілместен жүргізді Жиренбай мырза үйіне, жаңа тіккен отауға алып келіп кіргізді. Ауылға келіп кірген соң, көңілі жай болған соң, қаршығаға сөйледі. Асуда асу бел деді, ақылың шалқар көл деді, салатын қолқан бұл деді, анықтап бүгін көрейін, жібекті ертіп кел деді. Жігіт болсаң сен деді, кеше алдың қос жорға, берейін тағы 3 жорға, 5 қылып мін дейді. Осы бір жүрген қаршыға топтан озған ер еді. Ерлігінің белгісі жібекке жетіп келеді. Келе сөйлей береді. Айналайын жібегім, шыныдан аппақ сүйегің. Осы емес бет Құдайдан, шынымен сенің тілегің. Қаршыға көкен келгенде көтергіл шырақ басыңды. Ат байлаған ақырды, көк түскен жер тақырды, шеткі отау ішінде жаңа түскен жеңешең, шырағым сені шақырды. Сонда жібек сөйледі. Ау, қаршеке, қаршеке, өзің шешен батырсың, шешендікпен айтасың, кеше алдың қос жорға, 5 қылып алғасын, сыйғыза алмай Құдайға, жазып келген кәпірсің. Уа, қаршеке көкежан, мінген атың қарагер, барайын өзім, бара бер, шақырғанда бармасам, көкемнің тілін алмасам, ақыры бір күн болармын, сол жігітке нәубеткер. Енді жібек түйінді, асыл киім киінді, шақырғанда бармасам, қаршекең тілін алмасам, ақыры бір күн болармын, сол жігітке сыйынды. Абырой алсын қаршекем, бармай қалсам қиынды, қаршығадан өзгеге жібектен жауап алмағы. Қиын қыстау іс еді, жібектің жайын сұрасаң. Асып туған анадан Шахизада кісі еді. Кісі бойы кереует, алтын тақтың үстінен қояндай ырғып түседі. Ақ маңдайы жалтылдап, танадай көзі жарқылдап, алтын кебіс сартылдап, жүйрік аттай ойқастап, құнан қойдай бой тастап, қалмайын деп ұялып, жан жағына байқастап. Кер маралдай керіліп, сарымайдай еріліп, тәңірі берген екі аяқ бір бастарға ерініп, үйінен шықты қыз жібек, көрінген көзге дүниенің барлығынан жерініп, алдың алды бел еді, көл қатырған сең еді, атқан оқтай жылысып, ор қояндай ғысып, қылаң етіп, қылт етіп, сылаң етіп, сылт етіп, мықындары былқылдап, сүмбіледей жылтылдап, тау суындай сыңқылдап, отауға қарап жөнеді. Төлегенді көрмекке, қызмет қыла келмекке, жалтылдап жібек келеді. Сол кездерде қарасаң, қыз жібектің дидары нұр бетіне түскендей, сол кездерде көрген жан шыбын жаннан кешкендей, қыз жібектің екпіні жұмақта самал ескендей, сылдырап жібек келеді, маңынан шайтан көшкендей, құланнан атты қодықты, көлден тартып борықты, бір көрмекке ынтық боп қыз жібектей сұлуды Төлеген мырза торықты. Талма түстің шағында айдынды туған қыз жібек шеткі отау ішінде Төлегенге жолықты. Өңшең молда жиылып, мәселе кітап оқырды, көзінің жасы тізіліп, жақсылар сөзді тоқырды. Қыз жібектей сұлуың Төлегеннің мойнында асыла барып отырды. Төлеген сонда сөйледі, келдің жібек қасыма, отыра кеттің асыла, кешегі сәлден қай жақта той болды салсаң басыма. Сонда жібек сөйледі, сөйлегенді бүй деді. Қынама бешпент қынадым, әзілмен сізді сынадым. Сынамаққа бір сөзді әзіл қылып айтып ем. Әлі ұмытпай жүрмедің, Төлеген мырза шырағым, ғапу қыл деп сұрадым. Екі ғашық қосылып, әңгіме дүкен құрады. Екеуінің суреті Ләйлі Мәжнүн болады. Екі бекзат қосылып, күндей балқып тұрады. Жеңгелер жиылып, көрімдігін сұрады. Екеуін көріп бұлардың тамаша қайран қалады. Ойын күлкі қызықпен жездеңіздің қасында кеш батқанша болады. Бір-біріне екеуі ғашықтық оты жанады. Кеш батқан соң жеңгесі бұларға төсек салады. Төсекті жайлап салған соң асыла барып құлады. Төлеген қайынында 2 ай жатқан, қызықтың неше түрлі дәмін татқан, ұзатып қыз доңаша бір шығар деп, баяғы 60 жігіт мұны баққан. Сырлыбай ұзат алмай енді қызын, абайлап күнді байқап елдің түрін, бүлініп ел арасы кетеме деп, біле алмай кімнің арам адалдығын. Ел жауы әрбір жерде жүр ғой тосып, хабарлас бір-біріне басын қосып. Жібекті бұл сапарда ұзат алмай, естіген ел аузында сөзден шошып.
Дұшпан көп, аңдып жүрген түсі бізге, ықтимал қата болу көрер көзге. Бұлардың сіз кеткесін бәрін құртам, келерсіз аман болсаң келер күзге. Еріңнен жігіт жиып келерсіңіз, кеңесі бәрі тоқтап осы сөзге. Төлеген, қар суымен келемін деп амандық берсе Құдай өзімізге. Дайын боп сол кездерде тұрарсыздар, сөз байлап жүрмек болды енді тезде. Төлеген жүрмек болып буған белді жаратып ер тұрманды алып келді. Шығарып қаршығаға салыңыз деп, Сырлыбай құдаларға сыйлық берді. Аттарын таңға байлап таң асырып, қыз жібек тап сол күні бір түс көрді. Түсінен жаны шошып қыз жібектің жеңгесін Төлегенге бұл жіберді. Аты жөнін айтып кетсін, тым болмаса, келмесін, бір кеткен соң көзім көрді. Шақырып алды қыз жібек өзінің жақын жеңгесін, шекеде алтын теңгесін, сырласатұғын жерінде келтірмейді үйге өңгесін. Айтуға тілім келмей тұр, қолайсыз түсті көрген соң. Бұлайша сөзін бастады. Ау жеңеше, жеңеше, мінезің еді өзгеше, Төлегенге барып кел, тілімді алса жүрмесін. Бір кеткен соң Төлеген білгізді Құдай мен қуға, бұл жерді қайтып көрмесін. Атанасы бар мекен, жалғүйрығы сау мекен, жа болмаса Құдай-ай, қаңғырып өскен қу мекен. Әкесінің аты кім болар, анасының аты кім болар? Сұрап келші жеңеше, қандай заман күн болар? Мен бүгін бір түс көрдім, түсімде жаман іс көрдім. Төлеген мінген көк жорғат, ер тоқымсыз бос көрдім. Ел жайлаған ақ жайық, жағалай біткен бидайық, алдында жанған шырағым, біреу үріп өшіріп, көзімнен болды сол ғайып. Қолымдағы тұйғыным зулап келіп аспаннан, желкесін қиды бидайық, құлым десең Құдайым, бұл түс емес еді ғой, көруге маған лайық. Айналайын жеңеш-ау, Төлегеннің мен білдім, бір кеткен соң келмесін, жарық дүние опасын, қайтып көзге ілмесін. Білгізді Құдай мен қуға, қосылып дәурен сүрмесім, білінді қайтып көрмесім, пенде деген құлына, мұндайда қайғы бермесін. Барып келші жеңеш-ау, тілімді алса жүрмесін. Бұл сөзді естіп жеңгесі Төлегенге келеді. Жеңгесіне Төлеген неғып жүрсіз демеді. Қасына кеп толықсып, көзінің жасын төгеді. Сонда бір тұрып сөз бастап, ау күйеужан, күйеужан, атаңның аты кім болар, анаңның аты кім болар? Айтып кеткіл шырағым, қандай заман күн болар? Бикешжан сізге жіберді, бір кеткен соң ол сені келмейді деп шырағым. Үзіп отыр күдерді, бүгінгі күні түс көрген, түсінде жаман іс көрген, астыңдағы көк жорға, ер тоқымсыз бос көрген, ел жайлаған ақ жайық, жағалай біткен бидайық, алдында жанған шырағың, біреу үшіп өшіріп, көзінен болған сол ғайып. Қолындағы тұйғынын зулап келіп аспаннан, желкесін қиған бидайық, амандық бер деп жолыңа, Құдайдан біз де сұрайық. Төлеген сонда сөйледі. Ау жеңеше, жеңеш-ау, түс түлкінің боғы деп, әлденеме деп келмеш-ау. Жаратқан мені бір Құдай, өлім десең көңілім жай. Атамның атын айтайын, халықтан асқан Базарбай. Қой ішінде марқадай, шешемнің атын айтайын. 60 жасар қамқадай, омыраулы ділдал қадай. Олай бұлай боп кетсем, Сансызбай атты інім бар, жібегім неден қорқадай. Жақсы жаман іс болса, жалғыздың болар әмірі. Жалғыз ағаш кесілсе, қуарып қалар тамыры. Әрбір іске адамның болу керек сабыры. Олай бұлай боп кетсем, 11 жасар артында жеткіншегім бар еді. Ақша бір жауған қар еді, тұшпанның көңілі тар еді. Жібекке дұғай сәлем де, олай бұлай боп кетсем, еш жаманға қорғылмас Сансызбай атты інім бар деді. Шыныменен тілесе, тәңірім тілек береді. Көктемде мұнда келіп ем, енді қыс боп келеді. Елімнің ақын көсемі батыр шеге бар еді. Жаман айтпай жақсы жоқ, Сансызбай барда көңілім тоқ. Олай бұлай боп кетсем, басшы қылып шегені еліңе жетіп келеді. Амандық болса жанымыз, төгілмесе қанымыз. Тілеулес болып барыңыз, қазбенен бірге келемін. Не салса да Құдайым, жібек үшін көремін. Жібекке дұғай сәлем де, енді атыма мінемін. Жеңгесіменен Төлеген, қол алысып қоштасып, қош Алла деп жөнеген. Базарбайдың Төлеген 6 шекті елінен, асу асқар белінен, Орал елек көлінен, сапарлана жол тартып, қосарына қос артып, жібектің кейін қалғаны, көңілден кетпей арманы, сағыныш зарын білдірмей, дүние көзге ілінбей, келеді тынып ішінен, ғашықтық оты күшінен.
Баяны жоқ байлаусыз қалды деп шошып түсінен, қайғылы көңіл қайдағы, ақылын алып бойдағы. Талай жерден жол кешті, көңілге талай ой түсті, талай жерден су ішті.